Обязательно ақша беру керек па? Айтшы қанша берейік? Жоқ, сіз түсінсеңізші, сабыр сақтасаңызшы. Қазір дәрігер келеді, ол өйткені үйінде өзінің баласын қазір. Өзінің баласы болмағаннан кейін түсінбейді ол. Міне, дәрігердің өзі келді. Қаяқта жүрсің? Қандай врачсың сен? Мына жақта бала өлейін деп жатыр. Сабыр сақтасаңызшы сіз. Мен саған айтып отырмын жаным. Дәрігер баланы операцияға дайындап қойдық. Сіз бізге жұмыс жасауға кедергі жасамасаңызшы. Осыдан бар ғой, балаға бірдеңе болсын, кешікпеген үшін мен сені соттатамын әлі. Балаңыздың жағдайы жақсы. 2 сағаттан кейін палатаға шығады. Негізі дәрігердің кеше жалғыз баласы қайтыс болған. Қазір соның жаназасын өткізіп келіп отыр. Айбетпеңіз, балаңыз тез арада жазылып кетеді. Алла шипасын берсін. Қаяқта жүрсің? Қандай врачсың сен?